ресейлік жас режиссер Павел Таланкин түсірген фильм Оскар сыйлығын жеңіп алып отыр. Фильмнің аты «Господин Никто против Путина». Бұл фильмнің айтар ойы салмағы ауыр. Түсіндіріп берейін. Ең қызығы, бұл фильм кәсіби киностудияда емес, қарапайым мектептен басталған. Таланкин Ресейдің Челябі облысындағы шағын, экологиясы өте нашар қала Қарабаштағы нөмір 1 мектепте жұмыс істеген. Ол жерде әрі педагог ұйымдастырушы, әрі видеограф болған, яғни мектептегі түрлі іс-шараларды түсіріп, білім басқармасына есеп үшін видео дайындайтын. Ал 2022 жылдан кейін оның жұмысы тіптен өзгеріп шыға келді. Ол мектептердегі маңызды әңгімелер деп аталатын патриоттық сабақтарды да түсіре бастаған. Басында бұл жай ғана жұмыс сияқты көрінеді, бірақ уақыт өте келе ол бір нәрсені түсінеді. Камера арқылы бір дәуірдің шындығы жазылып жатыр. Себебі Ресей мектептері өте жабық жүйе. Сырттан келген адамға камерамен еркін түсіруге мүмкіндік жоқ. Ал Таланкин сол жүйенің ішінде жүріп бәрін түсіре алған. Кейін ол осы материалдардың бір бөлігін шетелдегі деректі фильм режиссері Дэвид Боренштейнге жібереді. Сөйтіп екеуі бірігіп фильм жасайды. Фильмде мектептің ішіндегі соғысқа байланысты пропаганда қалай жүріп жатқаны, бұрынғы оқушылардың майданға кетуі, оның жасөспірімдердің өміріне қалай әсер ететіні көрсетіледі. Бірақ фильм шыға сала үлкен дау басталды. Себебі көптеген көрермен тарапынан және журналистер тарапынан этикаға қатысты сұрақтар қойыла бастады. Себебі фильмдегі оқушылар мен мұғалімдер камера алдында жүргенін білгенімен, олар бұл кадрлар кейін әлемге көрсетілетін деректі фильмге айналатынын білмеген. Ал Таланкиннің өзі бұған былай жауап береді: бұл есеп, бірақ мектепке емес, болашаққа арналған есеп. Бір күні адамдар қалайша бір ұрпақ сонша агрессив болып кетті деп сұрайды. Сол кезде міне жауап: бәрі камерада тұр. Фильм шыққаннан кейін оған деген реакция да Ресейде әртүрлі болды. Бір жергілікті бұқаралық ақпарат көздері оны антиресейлік мұғалімнің түсірген фильмі деп атаса, ал кейбірі Оскар сыйлығын жеңіп алса да мүлдем ештеңе жазбаған. Тіпті фильм шыққаннан кейін Таланкин жұмыс істеген мектепте қауіпсіздік қызметі барып, оның атын атамауға, фильмді талқыламауға ескерту жасаған деген ақпарат шықты. Ал фильмге түскен кейбір бұрынғы оқушылар керісінше риза. Олар: біз камераға түсіп жүргенімізді білдік, бәрі шынайы көрсетілген дейді. Тіпті кейбірі әзілдеп, біз мектепте жүріп ақ Оскарлық фильмге түсіппіз деп жүр. Қысқасы, бұл фильм тек кино емес, қарапайым мектептен басталып, әлемдік кино сахнасына шыға білген бір елдің шындығы. Бұл фильмге деген сілтеме Ақылтай телеграм арнасында жазылып алыңыз, сілтеме профильде.